Қайырлы күн, құрметті қонақтар және мектебіміздің ұстаздары мен оқушылары. Кітап адамзаттың байлығы, ал сол кітапқа мәдени тәрбие беретін ол отбасы. Бүгін 2 сәуір халықаралық балалар кітап күні. Біздің подкастымыздың тақырыбы отбасы бәріне бастау. Отбасыңызды таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Тұрмагамбетова Жанат Амангелдіқызы. Осы мектепте информатика пәнінен сабақ беремін. Және мен бүгін өзімнің 2 ұлымды ертіп келдім. Үлкенім Ақжүрек, екінші ұлым Ақберен. Ақжүрек 5-ші сыныпта оқиды, Ақберен 3-ші сыныпта оқиды. Керемет. Жалпы сіздер отбасыңызбен кітап оқисыздар, иә? Кітап оқуға құмаршылықтарыңыз жоғары деп естідік. Өте керемет. Танысқанымызға өте қуаныштымыз. Осы орайда енді сіздерге кішігірім сұрақтарды қойып жіберсек, отбасыңызда жалпы қазіргі таңда кітап оқуды бастауды кім бастады ең алғаш? Ең алғаш мен өзім деп айтпаймын, себебі менің өзімнің отбасым бұрынғы кішкентай кезімде атам, әке-шешем барлығы кітап оқитын, және менің анам кітапханашы болып жұмыс жасаған. Кішкентай кез 5 жастан бастап біз әріп таныдық. 5 жастан бастап бізге балдырған журналдың ішіндегі кішкентай брошюркаларды мамам қиып кітап жасап беретін. Одан кейін мен өзіме сөз бердім, егер менің бірінші ұлым, алғашқы ұлым мектепке барған бойдан мен айына 1 кітаптан сатып аламын деп. Осылайша Ақжүрек барды мектепке, әр айлықтан мен 1 кітап алатынмын. Одан кейін екінші ұлым мектепке барды, сонымен ай сайын 2 кітап алынды. Осылайша бізде үлкен бір кітап қоры жиналды. Кәдімгідей үйде кішігірім кітапханаңыз бар дейсіз ғой? Кітапханамыз бар. Сонымен қатар әкесі де бізде кітаптар оқиды, бірақ ол кісі көбіне батырлар жыры, аңыз әңгімелер, сондай жанрдағы кітаптарды жақсы көреді. Өте керемет, отбасыларыңызбен кітап оқыған, яғни көресіз, сіздің кітапқа деген сүйіспеншілігіңізбен уже әкелеріңіздің отбасыңыздағы кітап оқуы балаларға да өзінің әсерін тигізіп жатыр, иә? Жалпы үйде кітап оқуға арнайы уақыт бөлесіздер ма? Қай уақытты бөлесіздер? Негізі мен жұмыста таңнан кешке дейін жүргеннен кейін, кейде кешкісін, кейде демалыс күндері мен оқимын, бірақ бұрынғыдай көп емес, қазір уақыт тапшы. Бірақ балалар сабақ оқып болғаннан кейін оқиды, демалыс күндері оқиды, және үлкен ұлым көбіне таңертең ерте тұрып оқиды. Олар түстен кейін оқиды ғой. Сондықтан таңертеңгі ерте мезгілде оқиды. Өзі қалауынша оқиды, мен қатты қинамаймын. Айтамын, кітаптарыңды оқып жүрсіңдер ма? Иә, оқып жүрміз. Және кейде қызықты оқиғаларды оқыса, бұлар маған айтып береді өздері. Жалпы еркін, еркін. Мен бірақ сұрамаймын, мазмұндап бер деп, мен баланы еш уақытта қинаған емеспін. Қызық па? Иә, қызық. Қызық емес па? Қызық емес деп өздері айтады. Кейбір кітаптарды жартылай оқиды, ар жағы өзі қызық емес деген сияқты. Бірақ сен соны до конца аяқта деп мен көбіне айта бермеймін. Көп қинамаймын. Баланың өз еркі, қай уақытта оқиды, қай кезде оқиды, қандай кітаптарды оқиды, бұл баланың өз еркі. Алғашта мен кітапты өзім сатып алып берген кезде мен көбіне энциклопедия деген сияқты кітаптарды алып беретінмін. Одан кейін бұлар өздері таңдай бастады, жаңағы әртүрлі қызықты оқиға сияқты кітаптарды өздері таңдайтын болды. Космос туралы, динозавр туралы деп өздері алдын ала айтады, осындай кітапта оқығымыз келеді деп. Мен солайша тауып беріп жүрдім кітаптарды. Қазір енді каникул кезде, яғни демалыс кездері біздер кітапханаларға барамыз. Өткенде 22 наурыз күні бізде кітап фест болды ғой. Сол кезде де барып біздер 1 қоржын кітап алып келдік. Өте керемет. Сол кітап үшін бардық негізі Арбатқа. Балаларға өте ұнады деп ойлаймын. Ұнаған шығар, енді өздері айтатын шығар ол туралы. Жалпы қараңыз, балалар кітап оқып бастапты, сіздер өзіңіз ең алғаш қандай кітап оқыдыңыз? Менің ең алғашқы оқыған кітап емес, ол балдырған журналы болатын бұрын. Сол балдырған журналдың ішінде кішкентай брошюрка жасайтын, өзі қиып алатын бір бөлік болатын. Сол бөліктен мамам маған жинап беретін. Бірақ ең жақсы көріп қайта-қайта оқыған кітабым ол алтын және күміс кітаптың күміс кітап деген Божена Немцова деген кісінің жазған кітабы болатын, қазақша ертегілер. Енді біз қыз баламыз ғой, ертегіге сенетінбіз. Сол кітапты жақсы көріп оқыдым. Одан кейін уже сәл жасөспірім кезде Шерлок Холмсты жақсы көріп оқығам. Қайта-қайта мен жылына обязательно 1 рет ол Шерлок Холмсты қайталап оқимын. Әліге дейін жақсы көремін ол кітапты. Және алтын және күміс кітапты мен өзім оқушыларыма да оқытып жатырмын. Қыз балалар ол кітапты өте жақсы көріп оқиды. Осы кітапханадан алдық ол кітапты. Керемет. Жалпы балалар кітап оқып бастады деп жатсыз, иә, отбасыңызда. Жалпы осы балалардың кітапқа деген қызығушылығы қалай оянды? Білмеймін қалай оянған, мүмкін тұқым тартатын шығар. Себебі әкесі де оқиды, шешесі де оқиды, менің өзім жақсы оқитын еді, мамам жаңа айтып жатырмын ғой, анам менің библиотекарь болып жұмыс істеді. Может, содан шығар деп ойлаймын. Бірақ негізінен кітап деген не дейді, әртүрлі жерге саяхат жасауға мүмкіндік береді. Бізде мынандай қызық жағдай болған.
Теңіз тұрғындары деген Аруна баспасының кітабын оқыған ғой мен балам. Сөйтіп бір күні әкесі екеуміз телевизор көріп отырмыз. Телевизордан мұхитты көрсетіп жатыр. Мұхиттың бір несі, балық па білмейміз. Сол мынау не деп сұрадық. Кальмар шығар деп папасы. Сөйтсе мен балам айтады ғой. Соны да білмейсіңдер ма? Ол деген мынандай балық қой, мынандай тереңдікте өмір сүреді, мынандай тағамдар жейді деген кезде барып мен түсіндім. Себебі ол жаңағы ол біздің білмейтін мәліметті бала біліп отыр. Негізі мен ол кезде ұялып кеттім. Себебі мен білмеймін, балам біледі да. Содан кейін уже мен көбірек кітап алып, көбірек оқытуға тырысып бақтым деп айтамын. Қазіргі таңда болмаса соңғы қандай кітап оқыдыңыз? Мен балалықтан даналықтан оқыдым. Өзіме ұнады. Одан кейін тағы қандай кітап оқыдым. Қаныштың жастық шағын оқыдық. Соңғы кітаптар оқыған. Сонымен бастадым кейбір кітаптарды, бірақ аяқталған жоқ. Қазір Агата Кристиді оқып жатырмыз. Керемет. Енді балаларға сұрақ қойып жүрсек, осы орайда Ақжүрек, жалпы сенің ең алғашқы оқыған кітабың қандай? Ол осы энциклопедиялардың арасында болды. Осы кітап болды өзі. Ең бірінші оқыған. Галактика шоқ жұлдыздар. Осы кітап. Осы кітап. Несімен ұнады саған галактика жұлдыздары? Мен ағашқа өте көп қызығушылығым болды ол кезде. Осы кітаптан өте көп информацияны білдім мен. Ақпарат білдің, Иә. Қандай ақпараттарды білдің? Қысқаша айтып өтесің бе? Бұл жақта мен қара құрдым туралы білдім. Қара құрдымдар және басқа галактикаларды білдім. Жалпы ғаламшардағы барлық галактикалардың қандай планеталары бар екені, сол туралы ақпарат ала алдың, дұрыс па? Керемет. Жалпы кітап оқыған жақсы көресіздер ма, әлде мультфильм қараған жақсы көресіздер ма? Мен кітап оқыған жақсы көремін. Мен де кітап оқыған жақсы көремін. Өйткені кітаптың өзі мультик сияқты. Ішіне кіріп кетсең, кәдімгі соның ішінде жүргендей боласың. Әр жаққа саяхаттайсың дегендей. Сіздерге жалпы кітап оқуға басты себепші болды? Кім үйретті кітап оқуды? Мамаларыңыз үйретті ма? Керемет. Мамаларыңыз жалпы кітап оқып отқанын жиі байқаған шығарсыздар, иә? Керемет. Бұндай отбасы бізде қазіргі таңда көп емес деп ойлаймын. Өйткені кітап оқу қазіргі таңда уақыт тапшысына байланысты, көбіміз ата-аналар жұмыста болады. Кітап оқуға әрбір отбасының қолы тиеді деп ойламаймын, Баланың сабағына да көңіл бөліп отқан отбасы да қазіргі таңда өте аз, Қазір балалар, сендерге тағы бір-екі қызықтыратын сұрақтар қойып жіберейін. Жалпы сіздер осы оқыған кітаптарыңыз бойынша қай кейіпкер болатын едіңіздер, және сол кейіпкер сіздерге несімен ұнайды? Қандай сіздерге тәрбиелік мән берді? Маған қожа ұнады. Өйткені ол бұзық болғанмен жүрегі ақ. Өз қатесін мойындайды ол. Шыншыл, Шыншыл, Жалпы сіздер туралы егер кітап жазылса, қандай тақырып қоятын едіңіздер сол кітапқа? Кітап жазылатын болса ма? Жалпы отбасыңыз болсын, болмаса жеке өзіңіз туралы кітап жазылса, қандай тақырып алатын едіңіз сол кітапқа? Қалай алсақ? Отбасылық өмірді сипаттайтын кітап болатын шығар деп ойлаймын. Кәдімгі қарапайым отбасылық өмірді, жаңағы ана болуды, әке болуды, сонымен қатар бала өсіруді сипаттайтын кітап болатын шығар деп ойлаймын. Керемет. Мен сұрағымызды жалғастырсақ, сізде жалпы қазіргі таңда көріп жатырық, кітаптың бала тәрбиесіне қандай әсер етіп жатқаны, жалпы қоғамдағы ең басты біздің осы басты міндетте тұр ғой, кітап балаларды, оқушыларды кітап оқытуға, Жалпы кітап пен бала тәрбиесінде отбасында қандай маңыздылық алып жатыр? Негізінен отбасылық тәрбие өзі баланың кішкентай кезінен басталу керек қой. Мысалы, біздер дастархан басына отырған кезде бірінші тамақты үлкен адам, ер адам бастау керек деп айтамыз да. Бірақ қазіргі балдардың қалай дейді, мынаны жасауға болмайды деген тыйым сөздерге міндетті түрде сұрақ қояды. Неге? Не үшін? Жауап керек қой оған. Сондықтан кейде бізде ол жауаптарды
беруге қысыламыз, себебі бізді ата әжелеріміз, әке шешеміз үйретті, бірақ не үшін екенін үйреткен жоқ қой. Мысалға табалдырықта тұруға болмайды, неге? Табалдырыққа керілуге болмайды, неге? Бірақ қазіргі отбасы баспасының кітаптарында сол туралы айтылған. Тыйым сөздерге не үшін тұруға болмайды? Мағынасын ашып айтады, содан кейін бала соны оқығаннан кейін барып уже өзі біледі. Мысалға менің үлкен балам салт дәстүр сөйлейді деген кітапты оқиды. Сол жерде де мысалға айтылады да сол туралы. Не үшін олай болмайды, не үшін бос бесік тербетуге болмайды деген сияқты жаңа сұрақтарға жауап бар. Сондықтан мен маңызды деп ойлаймын, себебі кітаптың ішінде бәрі бар. Біздің басымызда оның барлығы сақталуы мүмкін емес қой. Біреуін ұмытып қаламыз, бірімді білеміз, кейбіреуін ұмытып қаламыз деген сияқты. Сондықтан біз өзіміз білмеген жағдайда біз көбіне осы кітаптан сұрағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Өзімнің жеке ойым. Иә, дұрыс. Мен де келісемін, негізі. Жақсы ой. Кітап баланың тәрбиесінде үлкен рөл атқарады. Баланың тек қана бұл тәрбиесіне ғана емес, ой өрісінің дамуына, кең ойлауына, сөздік қорының көбеюіне, тілінің дамуына, оқуға әсіресе үлкен септігін тигізеді. Енді сіздерге осы орайда блиц сұрақтар, яғни нақты бір жауаппен жауап берілетін сұрақтарды қойып жіберейін. Жалпы отбасы бір сөзбен қалай қараймыз? Отбасы ошақ қасы деймін ба? Отбасы айта ғой. Отбасы деген ол бірлік деп ойлаймын мен. Бірлік, иә. Иә, бірлік. Кітап ше? Кітап, білім. Жалпы осы таңда отбасыларыңызда ең қызықты бір іс-әрекет болды ма? Қызықты іс-әрекетті балаларға болмаса, қандай отбасыңызда қызықты іс болды ма? Отбасыңызда әкелеріңізбен, аналарыңызбен жалпы бірге жүрген кезде? Бізге көбінесе мен кітап оқыған кезде қызығырақ болды, өйткені таңда ояқта көп кітап болғаннан кейін таңдау кішкене қиынырақ, және кітап өткенде кітап фесттен бір-екеуінен ғана кітап алдық біз, ұнағаннан. Сол жағы саған ұнады, сол қызықты іс болып, отбасыңмен мүшелермен жүрген кезде ең қызықты іс болды, дұрыс па? Жалпы бір күн кітапсыз болса қалай болар еді сіздер үшін? Бір күн кітап оқымасаңыздар? Ештеңе болмайды. Не істейсіздер сол кезде? Телевизор көреміз. Жалпы ойнайсыңдар, жалпы ойнағанда да далаға шығып, телевизорден бөлек бала шағамен араласып ойнаған дұрыс. Иә, негізі көп телефонды да көп мен ұстатпаймын балаларға. Енді ұстап жүр, қаланың бойынша бізде есеп шығарады. Сосын аптасына 1-2 күн кейде ойнайды, бірақ көп телефон негізі ұстатпаймын. Телефоны да жоқ, менің телефонымда пайдаланады. Сосын телевизорда шектеу бар. Ұзақ уақыт көрмейді енді. Кейде қызығып кетсе, каникул кездерінде еркіндік береміз ғой, бәрі бала ғой бұл. Бірақ телевизордан көрген күннің өзінде біздер цензура дейді ғой, көретін, көрмейтін жаңағы тақырыптарды таңдаймыз. Қорқынышты кинолар көрсетпейміз деген сияқты ғой. Көбіне далада ойнайды. Далада өседі ғой бала. Сондықтан далада көбірек ойнауға көбірек көңіл бөлеміз далада. Әкесінің қасында жұмыс істеуі мүмкін, жер аударуы мүмкін деген сияқты қосымша жаңағы бірге істейтін жұмыстарды істейді далада және ойнайды далада. Көбіне далада өткізеді. Еңбекқорлыққа үйретіп жатыр екен. Бірақ қинап, ондай жоқ. Енді қазіргі заманның өзінің талабы сондай ғой, енді қазіргі таңда балаға бұрынғыдай біздің кезіміздегідей тәртіп, тәрбие, қағида деген нәрсе жүрмейді. Қазіргі таңда баланы психология бойынша басқаша тәрбиелейміз. Сол себепті бұл да дұрыс шығар деп ойлаймын. Сосын бұларды бірдеңе істету үшін, жұмсау үшін де бұлардың обязательно жауабы дайын тұрады. Өзін қорғай алады, бұлардың сөздік қоры жақсы. Бір мұғалім айтып еді, сіздің балаңыз көне қазақ тілінде сөйлейді деген сияқты, бұлар уже жауапты да бере алады. Жауапты да бере алады, кітаптың арқасында, кітап оқу арқасында, балалар. Және өздерін қорғай алады, өз құқығын қорғай алатын балалар да бұлар. Айтады, мысалға, біздің мына жұмысты жасағымыз келіп тұрған жоқ. Келісіп алайық, біз бұл жұмысты келесі жолы істейік, қазір біз басқа жұмыс жасағымыз келіп тұрған деген сияқты айтылады. Бұл екеуі айтады. Жақсы ол деген керемет. Жалпы қараңыздар, бүгінгі подкастымыздың тақырыбы отбасы бәріне бастау. Осы тақырып сізге қандай ой салады? Негізі барлық баланың қандай болуы, отбасының қандай болуы, ол отбасыдан басталады ғой. Отбасы шешеді, кішкентай кезінен шешеді бала. Ол бірден 13 жасқа келген кезде баланы тәрбиелемейміз, бала кішкентай кезінен тәрбиелейміз.
Иә, іште жатып Яғни, тәрбиеленеді деп айтады ғой, иә. ес біліп жатқан кезден тәрбиелейміз деп айтсақ та болады. Мысалға, тамақты төкпей іш деген сияқты ғой. Мысалға, ойқанбай отыр, дастарханның басында көп сөйлеме, адам, мысалға, үлкен адам сөйлеген кезде бөлме деген сияқты кішігірім элементтің өзі ол бізде отбасыдан басталады да. Сосын кітап оқуды да біз отбасыдан бастағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Себебі әке шеше телефон шұқып жататын болса, бала соны істейді. Мен бұрын телефонмен оқитынмын. Менің оқығым келетін кітаптардың көбісі сатылымда жоқ, табылмайтын кітаптарда мен оны электронный вариантын электрондық кітап ретінде оқитынмын. Мысалға, мен балам қасыма жүгіріп келеді, мама не істеп жатсың, кітап оқып жатсың ба дейді. Иә, мен кітап оқып жатырмын. Солайша қызықты бұлар. Көргенін істейді, бала үйде не көрсе ұшқанда соны біледі дейді ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сондықтан ойлаймын мен барлық істің бастауы отбасыдан басталу керек. Иә, үлгі болу керек қой ата-ана балаға. Ата-ана үлгі болу керек, иә. Қазіргі таңда бұл нәрсе жалпы төмендеп келе жатыр. Жастарымыз кішкене тәрбие жағынан төмендеу болып тұр, иә. Сондықтан жалпы осы мақсатта басқа отбасыларға қандай кеңес берер едіңіз? Менің басты беретін кеңесім, кешкі тамақтың кезінде отбасы бір-бірімен шүйіркелесіп отырып тамақтану керек деп ойлаймын. Себебі біздің әкесі бұлардың кейбір батырлар жырын жатқа біледі. Әліге дейін, мысалы, жас 40-қа келіп қалды, бірақ батырлар жырын, аңыз әңгімелер, шежірелер, өздерінің ата-бабалар туралы мәліметті балаларға сол дастарханның басында көбіне айтып отырады. Сосын дастарханның басында біз тәртіп, тәрбие туралы көп айтамыз. Мүмкін біздікі дұрыс емес шығар, бірақ соның арқасында деп ойлаймын, осындай дәрежеге жетіп, осындай отбасы болып отырғанбыз. Негізі сол тамақтың басында бірге жиналып, содан басталады. Одан кейін уже әрқайсысы жұмысқа кетеді, сабаққа кетеді, уже сөйлесетін уақыт болмайды. Сондықтан кешкі тамақтың кезінде әсіресе осындай әңгіме болса, иә, сол кезде айтылады, балада мысалға сұрауға болады. Бүгін не жедің емес, бүгін қандай қызықты оқиға болды, бүгін қандай баға алдың, бүгін не істедің мектепте деп сұрау керек деп ойлаймын мен баладан. Мысалға, кейбір ата-аналар болады, мектепте кім ұрысты? Емес, қандай қызық болды, бүгін қандай жақсы жағдай болды, бүгін не істедіңдер, қандай баға алдың деген сияқты сұрақтар қойған дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс, иә, келісемін сізбен толықтай. Жалпы бүгінгі подкастымызға келгеніңізге өте көп рахмет айтамын. Жігіттерге үлкен азамат болып, сіздің және әкесінің абыройын көтеретін, жоғарғы биіктен көрінетін азаматтар болып өсуін тілектеспіз. Біздің мектебіміздің мәртебесін көтеретін азаматтардың бірі болсын. Бүгінгі отбасы бәріне бастау подкасты осымен аяқталды. Келген қонақтарымызға көп рахмет айтамыз. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.